Photoshop'ta ашамыз. Ол үшін осы ярлыққа барып, мышканың оң жағын басамыз. Открыть. Новый файл. A4 210 297 300 пиксель дюйм және белый фон. Осыны өздерге таңдаймыз. Создать. Photoshop енді суреттерді, мәтіндерді өзгертуге, түрлендіруге, сақтауға арналған графикалық бағдарлама еді. Қарапайым тілде айтқанда, суреттермен жұмыс жасайтын ең үздік, ең қолайлы бағдарлама десек болады. Егер сіздің таңдаған Photoshop'та 2017 немесе оның алдыңғы бұрынғы версиялары болса, мынау менің қазіргі қолданып отырғаным 2022 жылғы Photoshop бағдарламасы. Енді оның ішінде редактирование дегенге барып, ең соңғы настройка және сол настройканың ішіне интерфейсті таңдаймыз. Егер де тіл ағылшын немесе басқа тілде тұрған болса, өзгерткіңіз келсе, осы интерфейстің ішіне кіріп, менде дайын тұр, язык интерфейсі таңдаймыз, русский, окей деп басып, тіл таңдап өзгертуге болады. Мына жерде екі түрлі, екі сызық бар, стрелка сияқты. Соны бассақ, ұзын болып тұрады, ал ыңғайлысы барлығы бірдей көрініп тұрған. Мен үшін бұл қайтадан басып, екі қатар түрінде осы құралдар, инструменті осылай қолдансақ болады, осылай қойып қойсақ.